Армысыздар достар, менің бүгін джумнан тапсырысым келді. Бұл панамка арнайы саяжайға киюге ыңғайлы. Себебі бұның қосымша орамалы бар, желкелерді жауып тұрады. Соны ашып көрейік бірге. Шляпаның өзін киіп алайын. Қосымша тағы да екі ондай қалташаға орақтап полиэтилен. Мінекей мындай шляпа, панамка. Мынау қосымша жаңағы желкені жауып тұратын сондай орамалы екен. Қазір бұны киіп көреміз. Несі ұстап келе жатқанда кішкентай болды да, алған кезде ойладым да. Кішкентай бір нәрсе екен, не екен бұл соншама кішкентай деп. Сөйтсем, мұндай емес, жақсы. Мінекей достар, панамка. Егер шашымызды осылай төбеге түйіп қойып киетін болса, бұның төбесіндегі тақиясы алынады екен. Сонымен бұны осылай ашық етіп киюге болады. Өте сәнді, әдемі, ыңғайлы болып тұр. Ал енді бұның тақиясын жапсақ қалай болады? Тақиясы мынандай сырмақпенен оңай киіледі. Енді шашты түсіруге тура келеді. Мінекей достар, мынау енді тақиясын киіп алып, шашымызды артқа жинап кигендегі түріміз. Сондай қонымды, басқа ыңғайлы тұрады екен. Және бұның мынандай қосымша орамалы бар. Оны біз бұлай тағамыз. Жерінде бұның кнопкасы болу керек. Мінекей достар, шашымызды да бәрін жапты. Бұны өзінің кнопкасымен бұлай етіп жабамыз. Осымен желкеміз барлығы жабық. Саяжайда алаңдамай жұмыс істей беруге болады. Жалпы интернет дүкендерінен тапсырыс беруге мен бұрын соңды тәуекелге бармаған едім. Осы жолы бердім. Дегенмен менің көңілім бұл бас киімге әбден толды. Бағасы бұның 2500 теңге болды. Бір 20 күн дегенде келді джумнан. Достар, мен ойлаймын, бұл бас киімді тек қана саяжайға емес, сонымен қатар көшеге, серуенге киіп шығуға да болатын сондай сәнді, ыңғайлы, жеңіл бас киім деп. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге жазып кетіңіздер. Осымен бейне аяқталды. Сау болыңыздар.